Соңғы кездесу. Ауылдың ең көрікті қызы Айсәуле мен Ержан бірін-бірі мектептен бері жақсы көретін. Екеуі болашақтарын бірге жоспарлап үйленетін күндерін армандайтын. Бір күні Ержан қалаға жұмысқа кетуге мәжбүр болды. «Сен күте аласың ба?» деді ол қоштасарда. «Өмір бойы күтсем де күтемін», деп жымиды Айсәуле. Күндер өтті, айлар жылжыды. Ержан күнде хабарласып тұрды. Бірақ арақашықтық жүректерге ауыр тиді. Күздің бір қара суық кешінде Айсәуле жұмыстан қайтып келе жатқанда жол апатына ұшырады. Дәрігерлер оны аман алып қалуға тырысқанымен, қыз ауыр халде ауруханаға түсті. Бұл туралы Ержанға бірден хабар берілмеді. Бірнеше күннен кейін ол ауылға асығып жетті. Аурухананың есігін ашып кіргенде сүйіктісінің төсекте әлсіреп жатқанын көрді. Айсәуле көзін әрең ашып, «Сен келдің бе?» деді сыбырлап. «Мен осындамын, енді бәрі жақсы болады», деді Ержан оның қолын қысып. Қыз әлсіз күлімсіреп, «Біз армандаған үйді сала алмадық, балаларымызды да көре алмадық». Ержан көз жасын жасыра алмады. «Ондай сөз айтпа, біз әлі бәріне үлгереміз». Айсәуле басын баяу шайқады. «Егер мен кетсем, мені ұмытпа». «Жоқ, сен ешқайда кетпейсің». Бірақ сол сәтте монитордың үні ұзақ созылып барып тоқтады. Ержан сүйіктісінің қолын құшақтап ұзақ отырды. Оның барлық арманы сол бөлмеде бірге үзілгендей еді. Арада жылдар өтті. Ержан ешқашан үйленбеді. Көктем сайын ол Айсәуленің қабіріне барып гүл қоятын болды. Бір күні ескі суреттерді қарап отырып, олардың бірге түскен фотосын тапты. Суреттің артында Айсәуленің қолымен жазылған бір ғана сөйлем бар екен. «Егер тағдыр бізді айырса, мен сені басқа өмірде міндетті түрде табамын». Ержан суретті кеудесіне қысып үнсіз жылады. Ал терезе сыртында көктемнің жаңбыры баяу жауып тұрды. Сол түні ол алғаш рет Айсәулені түсінде көрді. Ақ көйлек киген қыз баяғыдай күлімдеп тұр екен. «Неге жылай бересің?» деді ол. «Сенсіз өмір сүре алмаймын». «Жоқ, сүресің, мен сенің бақытты болғаныңды қалаймын». Ержан қызға қарай ұмтылғанда бейне тұманға айналып жоғалып кетті. Ол шошып оянды. Сол күннен бастап Ержан өмірін өзгертуді шешті. Жылдар бойы ауылдағы жетім балаларға көмектесіп, қайырымдылықпен айналысты. Өйткені Айсәуле әрқашан адамдарға жақсылық жасауды армандайтын. Бірақ жүрегінің бір бұрышы сол күйі бос қалды. Арада 20 жыл өтті. Шашына ақ кірген Ержан тағы да Айсәуленің қабіріне келді. Қолында баяғы сурет. «Көрдің бе, мен әлі келіп жүрмін», деді күлімсіреп. Сол сәтте кеудесі шаншып ауырып кетті. Ол тізерлеп отырып қалды. Қолына сурет түсіп желмен ұшты. Сурет қабірдің жанына барып түсті. Ержан соңғы рет аспанға қарады. Көз алдына жас Айсәуле келді. Бұл жолы ол жылап тұрған жоқ еді. Керісінше күлімдеп қолын созды. «Кеттік, мен сені көп күттім». Ержанның жүзіне тыныш күлкі үйірілді. Күзетші таңертең келгенде оны Айсәуленің қабірінің жанында үнсіз отырған күйінде тапты. Қолдары қатар жатқан екі ескі суретті қысып қалыпты. Содан бері ауыл адамдары көктем келген сайын сол жерде қатар өскен екі раушан гүлін көреді. Біреуі Айсәуленің, біреуі Ержанның махаббаты сияқты еді. Кей махаббаттар бұл өмірде аяқталмайды. Олар тек басқа әлемде жалғасады.